Ассалаумағалейкум ағайын. Балақтағы бит басқа шығып, қазақта әбден басынып бітті. Келесі бейнені қарап шығыңыздар. Я просто не то, что читаю, я уверен. Это все люди так считают. Вы вот этой темой вы очень непорядочно ведете себя по сравнению к окружающим. Да, ты топани. Видишь? Я хотя и ММА занимаюсь, но я же без бороды. Что здесь Ты борода? вот, я тебе вообще говорю, вы насмотрелись, может, на Я не смотрел. Раньше казахи всегда носили. Сейчас казахи выходят на ММА с этим, с бородами, я говорю, черти. Я вот просто говорю, черти. Почему ты выйди нормально, побройся, нормально. И выйди и ебани этого маха. Телефон, видишь? Понимаешь? Ну ты понимаешь, ты не выгребаешь, ты видишь? Перед челом ты не выгребаешь. Нет, я же прошу вас. Я тебе еще раз говорю, закрой свой рот, понял, да? Что тебе надо? Код дайте. Че, в мусор не поедешь? Нет. Езжай. Да ты че? 6 секунд, езжай. Все, всех посадят. Базара нет. Что ты сделал? Сейчас, подожди. Мұна келімсең қай жерде, қай елде өмір сүріп жатқанын білмейтін сияқты ғой. Бұл Астана қаласында болған оқиға. Видеоға түсіріп тұрған ол Яндекс курьердағы жігіт, жас бала. Жігіттер мына былай қалдыруға болмайды. Кім мынаны таниды, телефон, адрес, нөмірін, тұратын жерін астына комментарийға жазыңдар. Мынандай иттер әбден қазақты басынып, қазаққа тіл тигізіп, казаки с бородами черти деп, кім ол сонша? Енді қалған осындай келімсектерден сұрау керекпіз ба? Қазақтар сақал қоя ма, қоймай ма, ММА-ға шыға ма, шықпай ма? Кім ол сонша? Іздейік жабылып ағайындар. Астана қаласы. Астына комментарийға жазыңыздар, сілтемесін қалдырам Инстаграм парақшаның. Қай жерден алынған видеоны.